Так, саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін бізге берілген тақырып тригонометриялық теңсіздіктер. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсатымыз қарапайым тригонометриялық теңсіздіктерді шеше алу. Ал сабағымыздың мақсаты тригонометриялық теңсіздіктер оны меңгеру және оның шешу жолдарын үйрену. Так, біз білетіндей 4 тригонометриялық функциямыз бар: синус, косинус, тангенс және котангенс. Біз соның біріншіден бастаймыз, синус x функциясынан. Так, мысал үшін біз есептерді шығару барысында үйренейік. Бірінші бізге мынандай есептің мысалы берілсін. Синус x функциясы үлкен болсын 2-ден 1-ден. Так, енді бұны шығармастан бұрын мен сіздерге мынандай нәрсені жазам. Мен оны қызыл ручкамен жазып қойын. Мысал үшін, так, синус x функциясы тең болсын ол y-ға. Так, косинус x функциясы тең болсын x-ға. Мен бұны қоршап қоямын, қазір түсіндірем не үшін жазғанымды. Так, енді қараймыз балалар. Бізге берілген функция есептің шешу тәсілін шығару үшін, кешірім сұраймын. Так, мынаны мен жазайын. Так, кәдімгі тригонометриялық бірлік шеңбер сызам. Синустар үшін бірінші ширек плюс, екінші ширек плюс, үшінші ширек минус, төртінші ширек минус болды. Так, енді біз білетіндей 0 градус. Мына жер 90 градус. Так, 180 градус. Және мына жер 270 градус. Мына жер 0 градус және ол 360 градусқа тең. Екеуінің мәні бір. Так, енді қараймыз. Синус x функциясы не үшін мен y-ға теңестірдім? Бұл y, бұл бізде x өсі, ол бізде y өсі. Так, синус x дегеніміз ол y өсі бойымен 2-ден 1-ді белгілеп аламыз. Яғни бұл жерде бізде ең үлкен мәні, анықталу облысы бойынша ең үлкен мәні бізде 1-ге тең, ең кішкентай мәні минус 1-ге тең. Так, енді синус x 2-ден 1 дегеніміз y өсі бойымен 2-ден 1-ді сызып аламыз. Бұл бізде 2-ден 1-ге тең. Так, енді осы x өсі бойымен біз параллель түзу жүргіземіз. Так, бұлайнан параллель түзу жүргізетін болсақ, бізде бірлік шеңберді екі жерде қияды. Бұл жерде және осы жерде. Так, енді осы жерде қиылған жердің градус мәнін тауып аламыз. Так, енді бұл жерде бізде біз білетіндей синус x функциясы, яғни синус, так, синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Мен пока өшіре тұрайын. Яғни синус, так, 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Так, енді мына жеріміз бізде 30 градус екені белгілі. Так, мына жердегі мәніміз бізде. Так, мына жердегі мәніміз, яғни x 0-ден 30 градус жүргендіктен, мына жердегі мәнді табу үшін, яғни екінші ширектегі мәнді табу үшін, біз 180-нен артық кері қарай 30 градус жүреміз. Сол кезде біз 180-нен 30 градус алып тастаған кезде бұл жер 150 градус болады. Так, енді біз екі аралықты белгілі болды. Так, мен оны қазір қызыл сызып қойын. Міне, мына бірінші аралығымыз. Так, бұл бірінші аралығымыз. Ал екіншісін мен көкпен сызып қойын. Екіншісі міне. Бізде екі аралық, яғни бірлік шеңберіміз екі аралыққа бөлінді. Дәл осы жерден. Так, енді бізге сұрақ. Біз кіші аралықты аламыз ба, әлде астында берілген үлкен аралықты аламыз ба? Оны қарау үшін біз мынау теңдік белгісіне, теңсіздік белгісіне қараймыз. Яғни бізде айтып тұр 2-ден 1-ден барлық үлкен сандар. Яғни 2-ден 1 дегеніміз ол мына жерде. 2-ден 1-ден барлық үлкен сандарымыз ол бізде жоғары жақта орналасады. Сол себепті біз мына жерден аламыз. Так, мынау аралықты алады екенбіз. Мен оны былайынан штрихтармен бояп қойайын. Так, есімізде сақтайық. Тригонометриялық функциялардың барлығында сағат тіліне қарама қарсы бағытта жауапты жазамыз. Яғни сағат тіліне қарама қарсы ең бірінші бізде қайсы? 30 градус бірінші жазылады. Яғни астына жазам мен 30 градус қосылған екпен, ол екпен всегда жүреді.
Ne үшін? Потому что ол периоды синус және косинусы екпен жүреді. Так, аргументіміз x-ға тең, x жазамыз. И ары қарай мына жерде біз 150 градустың мәнін жазып қоямыз. Так, қосылған бұл жерде де 2 пи n жүреді. Бізде жауап сонда осы аралық болады екен, балалар. Синус x функциясы бойынша. Так, түсіндіре алдым деп ойлаймын.